Томирис ұлын өлтірген парсы патшасынан кек қайтарып, оның басын кесіп алады да, соғыста жеңсем де. Бірақ сен бауыр етім баламды қыршыннан қиып, мені тірідей өлтірдің. Сол үшін сені қанға тойғызуға ант бердім. Енді солғанды іш деп, оның басын қан толтырылған торсыққа салғызады. 2019 жылы экранға шыққан Томирис фильмі бұл тұлғаға деген қызығушылықты оятты. Жоңғар шапқыншылығы кезінде ерлермен, әкелермен, ағаларымен бірге иқтіресе жоға шапқан Абылай Сұлтанның қызы Айтолқынды, Қарасай Батырдың қызы Есенбикені, Бұланбай Батырдың қызы Айбикені ерекше айтуға болады. Тіпті Қабанбай Батырдың әйелі Гаухар барлау жасағын басқарғаны белгілі. Гаухар барлық ірі шайқастарға қатысқан. Бұл туралы әңгімелер жиі аңызбен астасып жатады. Осындай бір шайқаста Гаухар ұрыс даласына асау түйелерді айдап шығады. Мойнына құрық тимеген ойсыл қара төлінен абыржыған жоңғарлар үреге бой алдырады. Соның арқасында қазақ жасағы жеңіске жеткен деседі. Ана атанған Гаухар кейін соғысқа үлкен қызы Назымды жіберген екен. Әбілқайыр ханның әйелі Бопайғанша өзінің терең ойлылығымен, қайратты мінезімен, өткір сөзімен іс-әрекетіндегі белгілі бір дербестігімен ерекшеленді. Ол күйеуімен бірге аса маңызды саяси мәселелерді шешуге атсалысқан. Қазір оны тіпті Қазақстандағы тұңғыш әйел саясаткер деп те атайды. Шыңғыс ханның 4-ші әйелі Құлан ханым туралы айтпай кету мүмкін емес. Тарихшылар Шыңғыс ханның көп әйелдерінің ішінде оның ең дана болғанын мойындайды. Ұлы император өмірінің соңына дейін Құланның сөзіне құлақ асқан екен. Ұлы отан соғысы кезінде теңдессіз ерлік көрсеткен қазақтың 3 батыр қызын халық ешқашан жадынан шығармасы анық. Олар өз еркімен майданға аттанып, отан үшін, туған жер үшін ерлермен бірге шайқасты. Қазақтан шыққан тұңғыш ұшқыш Хиуаз Доспанова, пулеметші Мәншік Маметова мен мерген Әлия Молдағұлова кеңес одағының батыры атанды. Сонымен қатар ұлан ғайыр даланың қаһарман қыздары бір мезетте бітімгершілік пен жасампаздықтың маңызды миссиясын жүзеге асырды. Бұл кезде олар ру аралық және ірі соғыстар кезінде басқа түскен қиындықты жеңілдете білді. Сол жылдардағы жиһан кездердің де жазбалары дала әйелдері мәртебесінің жоғары болғанын айғақтайды. Осы аймақта мен әйелдердің үлкен құрметке лайықты екенін көрдім. Олар ерлерден де қадірлі дейді. 14-ші ғасырда Қыпшақ даласын аралаған араб саяхатшысы Ибн Баттута дәл осылай деген екен. Ол Алтын Орда ханы Өзбек ханның сарайындағы әдеп ғұрыпты сипаттайды.